Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен прикорм және қосымша тамақ жайлы айтпақшымын. Жалпы прикорм енгізу негізгі мақсаты баланы тамақпен таныстыру. Міне сондықтан прикорм енгізген кезде бала көп тамақты жеу міндетті емес. Ең бірінші 10 граммнан, яғни кішкентай қасықтан бастап береміз, ары қарай дозасын оны көбейте береміз, мөлшерін. Енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша балаға қосымша тамақты 6 айда енгізуіміз керек. Бірақ егер балаңыз дайын болса 5-5,5 айдан бастап енгізе беруге болады. Енді баланың қосымша тамаққа дайындығын қалай байқаймыз? Біріншіден, баланың қызығушылығының болуы. Баланың тамаққа деген қызығушылығын біз ата-ана оятамыз, яғни ол 3-4 айдан басталу керек. Өзіміз тамақ ішіп отырған кезде міндетті түрде баланы қасымызға жатқызып қоюымыз керек, немесе қолымызға ұстап көтеріп отыруымыз керек. Бала біздің қалай тамақ жеп жатқанымызды көзімен көру керек.